Сәлем достар, ойлантап көз каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен кезекті ойындарымыздың легін жалғастырамыз. Бүгінгі ойынымыздың аты «Сен қайсысын таңдайсың» ойыны болып табылады. Ойынымызда 30 сұрақ берілген және ойлануға, яғни сіздердің жауап берулеріңізге 5 секунд уақыт беріледі. Достар, сонымен қатар описание бөлімін оқуды ұмытпаңыздар видеоның соңында. Себебі ол жерде менен сіздерге арнайы сыйлықтар бар. Сол жерде жазылған шарттарды орындаған адам, яғни комментарияға кім бірінші болып сол жердегі шарт бойынша жазады, сол адамға менен сыйлық бар. Ал ойынымызды бастамас бұрын сіздер осы каналға жазылып, сонымен қатар видео ұнаса лайк басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеолар одан да қызық болады, ал ол видеоларды жіберіп алмаңыздар. Ал олай болса ойынымызды бастайық. Сіз қайсысын таңдайсыз? Балмұздақ немесе торт? Манты немесе палау? Сорпа немесе рамьон? Суши немесе пицца? Бургер немесе хот-дог? Прима әлде чипсы ма? Қайсысы? Өте пайдалы салат па, әлде тіл үйірер шоколад па? Тәтті конфет па, әлде пайдалы алма ма? Стейк немесе шашлык па? Жемістер немесе көкөністер ме? Жемісті салат немесе оливье салаты? Апельсин шырыны немесе қызанақ шырыны ма? Қайсысы? Пудинг немесе тәтті маффин? Кекс пе, әлде булочка ма? Синабоны немесе пончики? Вафли немесе круассан ба? Кофе немесе қою қара чай? Лимонад па, әлде коктейль ма? Панкейк па, әлде нан ба? Бутерброд па, әлде лаваш па? Йогурт немесе каша? Смузи әлде газды сусын ба? Тәтті мақта немесе попкорн? Омлет немесе қуырылған жұмыртқа? Крекер немесе печенье? Корн-дог немесе сосиска? Қайсысын таңдайсың? Сникерс немесе шоколадты құлпынай? Дубай шоколады немесе шоколадты құрма? Шайн мускат немесе чикен? Қайсысын таңдайсың? Самса немесе пирог? Пахлава немесе лукум? Қайсысын таңдайсың? Бұл біздің ең соңғы сұрағымыз болатын, достар. Видео ұнаса, достар, каналға жазылып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Комментарийде қандай видеоларды, қандай ойындарды көргіңіз келеді, жаза кетсеңіздер болады. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар, достар.